Мен үйдің үлкенімін. Менен кейін сіңілім мен інім бар. Сіңілім екеуміз тете өстік. Бізді кейде егізсіңдер ме деп сұрайды. Кішкентай кезімізде екеумізді үйге тастап, әкем мен анам анда-мұнда шығып жүре беретін. Бір күні, сен үйдің үлкенісің, сіңілің жыласа тербет, сүтін бер, біз қазір базарға барып тамақ алып келеміз деп есікті сыртынан бекітіп кетіп қалды. Сіңілім бесікте тәтті ұйқыда жатты. Ол маған қарағанда сары және әдемі болатын. Оған қарап отырып, менің сіңілім сондай әдемі дейтінмін. Кенет қайдан есіме түскенін білмеймін, үлкендерден көзім өтпесін деп түкіріп, маңдайына күйе жағып жатқан есіме түсіп кетті. Мен де сіңіліме көзім тимесін деп қазанның түбінен күйені әкеліп жақтым. Сонан соң әжемнің, атамның, ағаларымның, тәтелерімнің, көршілерінің көз өтпесін деп әрқайсысын әкеліп жаға бердім. Бір қарасам, сап-сары әдемі сіңілім күйеге боялған қап-қара қыз болып шыға келді. Менің жұмысымды бітіріп болғанымды сезгенде әкем мен анам да келе қалды. Олардың келгенін күткендей сіңілім де жылап қоя берді. Анам бала жылап жатыр деп жүгіріп келді де сіңілімді көріп шошып кетті. Артынан саған сіңіліңді жылатпа деп тастап кетсек деп сөйлей әкем кірді. Ол да сары қызының қара күйеге оранғанын көріп бір орында тұрып қалды. Сосын екеуі де екі жағымнан неге бұлай еткенімді сұрады. Мен жерде жылап алғандай көз өтпесін дедім деп айттым. Анам мен әкем бір күліп алды, бірақ содан кейін екеумізді бір жерге қалдырмайтын болды. Сіздердің де бастарыңыздан осындай жағдайлар өтті ме? Пікірге жаза кетіңіздер.